Құрметті ойыншы, сіз көш ойынының ережесімен танысқалы отырсыз. Ойынның мақсаты қыстаудағы 3 қой мен 1 жылқыны асық иіру арқылы жайлауға бірінші жеткізу. Бүк түссе 1 жүріс, шік 2, тәйкі 3, алшы 4 жүріс. Қыстаудан тек алшы мен тәйкі түскенде ғана малдарды шығаруға болады. Алшы түссе, ойыншы 4 жүріс жасап, тағы иіре алады. Қой 1 ұяшықтан ғана аттайды. Мысалы, қой 4-ші ұяшықта тұрса, сізге шік түссе, сіз 2 ұяшық алдыға аттап, 6-ші ұяшыққа көшесіз. Сонымен қатар, қой көршіңіздің қойының соңынан келіп сол ұяшыққа орналасса, көршінің қойы қыстауына қайтып, ойынды басынан бастайды. Ал жылқы 1-ден 2 ұяшық аттайды. Мысалы, тәйкі түссе, қой қыстаудан шығып, 3-ші ұяшыққа орналасса, жылқы 2 аттап жүргендіктен 6-ші ұяшыққа жайғасады. Жылқы мен көршінің жылқысын да, қойын да қыстауға қайтара аласыз. Жылқының ерекшелігі ол қойды алдыға көшіре алады. Мысалы, егер 4-ші ұяшықта қызыл түсті қой тұрса, қызыл түсті жылқы 4-ші ұяшыққа жүріс жасаса, ол ұяшықтағы қой алдыға тәйкінің жүрісімен 3 ұяшыққа көшіп, 7-ші ұяшыққа орналасады. 1-ші ұяшық қыстақтан шығатын қақпа. 2-ші ұяшық қамшы. Қамшыға түскен кез келген түлік 3 ұяшық. Тәйкінің жүрісімен алға жылжиды. 5-ші ұяшық қора. Бұл қойлар үшін қауіпсіз орын. Мұнда барлық ойыншылардың қойлары бірге тұра алады. Қорадан басқа ұяшықтарда өз түліктеріңіз де бірге тұра алмайды. Қасқыр. Бұл ұяшыққа жылқы да, қой да түсе алмайды. Яғни жүріс жасалмайды. Жайлауға кіру үшін түлік нақты жүріспен келуі керек. Мысалы, қой соңғы ұяшықта тұрса, жайлауға кіру үшін бүк түсуі қажет. Асық басқа қырмен түссе, артық болғандықтан жүріс жасалмайды, немесе басқа түлік жүргізіледі. Барлық 4 түлігін жайлауға бірінші боп көшірген ойыншы жеңімпаз атанады. Назарларыңызға рахмет. Көш көрікті болсын.